Жалпы кеше осы тиктокта танымалдылықтың арқасында бір керемет мақтанарлық дүние істедім өзім үшін. Кешелер бір шымсып эфирге кіріп қалған сәтте эфирге бір қарындас қосылды. Жалпы өзі оңтүстік өңірде тұрады екен, 3 баласы бар екен, 3 ұлы бар екен, одан кейін 4-ші ұлына 2 қабады екен. Бірақ өкінішке орай тағдырдың тәлкегімен күйеуімен ажырасып қалып, қысқасы жағдай өте мүшкіл екен. Сонымен не керек, бұл қызды эфирге қосып, мұңын тыңдап, міне өздеріңіз көріңіздер. Доктор, ренжімеңізші, қиналғаннан кейін осылай шықтым. Сосын отырдым да, қарындас Каспи номерін жаз деп, Каспи номерді жазып ем, бір шамамен 200-300 адам көріп отырған еді мен сол сәтте. Ал осы мені сыйлайтын, мені тыңдайтын, мені жақсы көретін азаматтар болса, мені қолдағысы келген азаматтар болса, осы қарындастың Каспиіне атайықшы деп бір ауыз сөз айтып едім. Небәрі 15-20 минуттың ішінде міне 300 мың теңге жинап берді. Ал Ақерке, айта қойшы қарғам, қанша теңге жиналды? 309 мың теңге болды аға. Ал енді маған ризасың ба, айтшы. Алланың нұр жаусын, бәріңізге ризамын. Қатты қуанып қалдым, шынымды айтсам. Өзім қиналып, күндіз бойы жылап. Халыққа көп рахмет. Бүгін осы қарындасым хабарласып, риза болып, міне WhatsApp-қа жазып, аға, бала шағамды бүгін бір қабат киім алдым, қазір міне ай күн жетіп отыр екен, соған қажетті шаруаларды, дүниелерді бітірдім, қарыздарым жаптым, сізге көп рахмет дейді. Қысқасы, халқым мені қолдайтын, осы тиктоктағы демей отырған азаматтарға көп рахмет. Жалпы мына қазір 300 мыңға жетсе подписчиктерінің саны, мен осындай бір қайырымдылық істермен айналысқым келеді. Жалпы мен мына солтүстікке көшпен айналысам ғой, оны білесіздер. Менде қазір тәуекел ерулік деген қор бар. Қысқасы Каспиге тәуекел ерулік деп платежға жазсаңыз, біздің қорымыз шығады. Сол қор арқылы мына оңтүстік өңірдегі 5, 6, 7, 8, 9 баласы бар азаматтар, мына көшуге мүмкіндігі жоқ болып отырған азаматтарды осында сол қор арқылы алдырып, бері қарай жол ақыларын төлеп, осында қоныстандырып, бір жағынан үйлі қылып, үкіметтің арқасында, бір жағынан жол ақысын төлеп беріп, ішіне анау-мынауын апарып, мына малданайын деп отырған адамға бір ұрғашы 2 қойын немесе бір бұзауын апарып беріп болса да, бір ерулік сияқты қылып жасағым келеді ағайын. Қысқасы, мені қолдайтын азаматтар осы тәуекел ерулік қорына Каспидегі платежи бөлімін бассаңыз шығады. Соған барынша маған қолдау көрсетіп отыруларыңызды сұраймын. Мен ол ақшаға осы солтүстікке көшіп келген азаматтардың жағдайларын жасап, тым болмаса 5-6 қазақтың болса да үйлі баранды болып кетуіне сеп болғым келеді. Ал мені қолдайтын азаматтар осы видеоға барынша лайк басып, барынша таратып жіберсе екен. Тәуекел теріскей бізге аманат. Рахмет сіздерге.